Өзіміздің мынандай мына өнер сүйетін, өнерге деген құштарлығы бар қыздардың міне іздеп келіп жатқаны өте қуанышты жағдай. Неге десе біз аға буынбыз, бізден бұл жастар орта буын. Үлгі алу керек, үйрену керек. Біздің енді мына жалпы миссиямыз не, мақсатымыз не? Алға қойған мақсатымыз осы қазақтың осындай ұлттық құндылығын, қолданбалы өнерін өлтірмей жастарға дәріптеу, үйрету мақсаттамыз. Сондықтан оны жастар мәжбүрлі түрде емес, өзінің құштарлығымен, өзінің қалауымен келіп, былай дәріс аламын, сізден үйренемін, сізге шәкірт болайын деген адам деген ол енді біздің нағыз іздеп отырған адамымыз. Сондықтан қызым, саған сәттілік тілеймін. Рахмет. Ары қарай осы өнерде бағың ашылсын, біздің жолымызды берсін. Аумин, аумин. Осындай керемет өнер иесі бол. Рахмет. Енді осы өнерден ЮНЕСКО-ның сапа белгісін алғам, осы өнерден жылдың үздік шебері атанғам. Енді барлық марапаттар алып жатырмыз, оған қуаныштымын. Сондықтан ары қарай артымыздан біздің ісімізді жалғайтын шәкірттер еру деген біздің ең үлкен арманымыз. Рахмет сізге көп. Осындай сәукеле, жаулық, камзол, кимешек, тақия, тағы да басқа ұлттық киімдерді кестелеп үйренгіңіз келсе, Бұлбұл Қап қыз апамыздың онлайн, офлайн сабақтарына жазылып үйренсеңіздер болады. Ұлттық өнердің нағыз қайнар көзі осы жерде. Егер сізде қабілет, үйренемін деген құлшыныс болса, қорықпай келіңіз. Көз қорқақ, қол батыр. Бізбен тоқу қазіргі кезде ұмытылып бара жатқан өнердің бірі. Бізбен тоқи бермейді. Қазіргі кезде көбіне дайын автоматты машинкамен тігу, сондай киімдерді көбіне сатып аламыз ғой. Бірақ енді қолмен кестелеумен, машинамен кестелеудің айырмашылығы жер мен көктей. Айырмашылығы енді айта алмаймын, қараңыздаршы қандай. Бұның бәрі қолмен кестеленілген. Қолмен кестеленілген және қайталау бұны қиындау болады. Қайталауға болады әрине, бірақ қолды қайталау деген ол мүмкін емес меніңше. Мен өзім бір әшекейді жасаған кезде тура солай қылып қайталау маған өте қиын. Бәрібірде басқаша болып шығып тұрады. Мен өзім басқаша қылып істегім келіп тұрады. Сондай, міне, киіз үй, мына шашақтарды қараңыз, бұның бәрі қолмен істелінген. Міне біз кестеміз, осылай кестеленіледі. Офлайн сабаққа келсеңіздер, бұның бәрі көрсетіледі. Шебер өзі отырып, асықпай отырып, көрсетіп, бәрін түсіндіріп, сондай кең форматта өтеді сабақтар офлайн. Маған өзі офлайн сабақтар ұнайды. Онлайн деген нәрсені мен көп қабылдай бермеймін. Маған көзбен көру керек, қолмен ұстау керек. Сондықтан мен өзімде осы жерге келіп сабақ алатын боламын. Біз кестемен үйренемін, кестелеп. Және келем десеңіздер, сіздерді де шақырамыз. Келіңіздер. Мен бұл видеоны түсіріп отырған себебім, мүмкін біреулерге керек болып қалатын шығар. Іздеп жүрген шығарсыздар. Осы видеоны көріп қалуларыңыз мүмкін. Соған бір себебім тиіп жатса, бұл мен үшін нұр үстіне нұр. Неге түсірмемеске, неге көрсетпеске, неге бөліспеске. Өзіміздің осындай өнерімізбен, осындай өнерлі адамдарымызбен бөлісіп, бір-бірімізбен көрсетіп отырсақ, бұл жақсы емес пе? Дорогие зрители, делюсь с вами
вот с таким вот искусством, можно которому обучиться оффлайн, онлайн. У Булбул Капкызы. Мастерская находится в городе Астана. Приходите, познакомьтесь, учитесь, если вам интересно. Можно здесь многому обучиться, получить много информации об искусстве тюркских народов мира. Тут, думаю, все не покажешь и не расскажешь на одном видео. Нужно приходить, посмотреть. Поэтому делюсь вот с таким вот чудом. Оставлю на память это видео. Описание все будет под видео. До новых встреч!